Сәлем. Кэшбэкті Досмарттан телефонға аударып аламыз, вывести деп. Міне осы кнопканы басасыздар. Сосын сіздің телефоныңызға единица болып түседі. Негізі осындай Досмартта бір 5-6 номер алып, осылай чек жіберіп, 7 чектен сіздер осылай істеп алсаңыздар да болады. Мысалға 7 телефон ашып қоясыз, 7-еуінен 7 чектен жібересіз. Сонда көп болып жиналады да бонус. Содан кейін түсіндіріп айтамын қалай. Міне сіздерге единица түсті. Қазір отправляется деп тұр. Обновитті бір басып қоясыз. Мысалға мен 2 номер ашып қойғам. Міне маған 308 теңге түсті. Балансымда 309 теңге болды. Сосын активтің личный кабинетіне кіресіз. Міне осындай болады. Сосын ол жерден платеж жасайсыз. Оны өзіңіздің основной Билайн номеріңіз болса, Билайнға, актив болса, активке лақтырып аласыз да единицаңызды. Мысалға мен 2 актив ашып қойғам, соған чектерді жіберіп тұрам. Сосын одан түскен балансты өзімнің основной Билайн номеріме осылай единица қылып лақтырып алам. Міне мобильный переводты басасыз. Осылай 309 теңгені ауыстырып аласыз өзіңіздің основной номеріңізге. Ана 16 теңгені аудармайсыз, себебі ол түспейді. Сразу айтып қойын. Телефоныңызға код келеді. Міне 309-16 десең болмайды. Көрдіңіздер ма? Сол үшін 309 деп жазасыздар. Содан кейін ауыстырып алғаннан кейін телефоныңызға код келеді. Сол кодты жазасыздар, тересіздер, оплатить деп басасыздар. Кейін личный кабинеттегі ақшаны сіздер платежка жасай аласыздар. Не жасай аласыздар, яғни водоканалдан төлей аласыздар, ЕПД, энергопотокқа төлей аласыздар. Вот осылай. Міне маған код келеді. Телефондарыңызға 3 попытка болады өзі. Міне осы келген код тересіздер. Соны теріп болғаннан кейін подтвердить етесіздер. Сізге телефоныңызға единица түседі. Бәрін аккуратно жасау керек. Вот осылай 5-6 телефоннан чек жіберіп, сіздер осылай жинап аласыздар бонусты. Оценить етіп жүресіздер. Мысалға өте жай жасады. Міне маған единица түсті основной номеріме. Келесі видеода қалай төлегенімді көрсететін болам.